Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге сабақта қолдануға арналған қазақ тілді тегін платформаны таныстыратын болам. Видео қызықты болса, соңына дейін көріңіздер. Бұл платформаның атауы Сабақ STEM Hub KZ деп аталады екен. Бұл сайтты қалай қолданамыз? Қазақ үй деп тұр, мінекей. Сізге неше қазақ үйі керек дейді. Бұл жерде біздер қазақ үйлердің астына сұрақтарды жасырып, сол сұрақтарға жауап алуымызға болады. Мысалы, маған 5 қазақ үй керек, және 5 қазақ үйдің астына осындай, бірінші қазақ үйдің астына алгоритм дегеніміз не деген сияқты сұрақтар жазам, және экранға шығару батырмасын басам. Міне менің қазақ үйлерім пайда болды. Мына қазақ үйді бассам, шарты цикл дегеніміз не? Келесі мына қазақ үйді бассам, циклдың қандай түрлері бар? Тағы сол сияқты 5 қазақ үйдің астына сұрақтар жасырылып, оқушылар жауап бере алады екен. Келесі, оқушыларды топқа бөлсеңіз болады. Мысалы, менде 15 бала, топ саны 3 топқа бөлуім керек. Топты құру, оқушы келеді, өзінің қай топқа жататынын білмейді. Мысалы, мына қазақ үйді басады, 3-ші топқа жатады. Келесі оқушы келіп басып көреді, 3-ші топқа жатады. Осылайша оқушылар қазақ үйді таңдау арқылы өзінің қай топқа жататынын анықтай алады. Одан кейін бағдаршам әдісі де қарастырылған екен. Менде бала саны 8, құруды басамын. Міне 8 бағдаршам тұрды. Яғни оқушылар мысалы сабақты түсіндім, түсінбедім деген сияқты өзінің реакцияларын әр оқушы келіп осы құрылған бағдаршамға реакциясын көрсете алады. Сайттың авторы Тұрсынбек Алмас Саматұлы екен. Сізге үлкен рахмет, осындай қазақы нақыштағы қазақ тілді тегін платформаны құрғаныңызға алғысым шексіз. Сіздің аккаунтыңызды таба алсам белгілей кетем.